Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерге көмектесетін керемет тәсілмен бөлісетін боламын. Егер сендер 9-дың көбейту кестесінен шатасатын болсаңдар, осы тәсілді қолданып көріңдер. Міне балалар, қараймыз. Бізде сол жақта ондықтар, оң жақта бірліктер. Қараймыз. 9 жердегі бірім, яғни 9 жердегі бірім неш болады? 9 болады. 9 жердегі екім, яғни ондық, сол жақта, оң жақта бірліктер. 9 жердегі екім 18 болады. 9 жердегі үшім 27. Сол жақтағы ондықтар екеу, яғни 2, ол 2 ондығымыз 20. Оң жақтағымыз 7 бірлік, сонда 27. 9 жердегі төртім 36. 9 жердегі бесім 45. 9 жердегі алтым 54. 9 жердегі жетім 63. 9 жердегі сегізім 72. 9 жердегі тоғызым 81. 9 жердегі тоғызым 90 болады. Балалар, түсінікті болды ма? Егер осы тәсіл ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар.